Егер сіз дәл осылай Пиндуа сайтынан іздегіңіз келсе, осы видеоны толық аяғына дейін көріп шығыңыз. Сізге қалай екенін толық көрсетемін. Копировать ставсақ, автоматты түрде перевод жасап, осылай керек затымызды тауып аламыз. Переводчиксіз Қытай сайтында енгізуді көрсететін боламын. Ол үшін бізге Play Market'тен бір приложениені скачать етіп алуымыз керек. Атын қалай оқылатынын білмеймін. Так, Google клавиатура. Мінекей осы установить, міне осыны установить етеміз. Открыть. Включить в настройках дегенді басамыз. Мына жерде мынаны көк қыламыз осылай. Окей. Мінекей. Выбирать способ ввода. Мынаны таңдаймыз. Готово. Енді бізде мынау шықты. Мына жерде языки дегеннің ішінде өзімізге қажетті тілдерді таңдаймыз. Мына жерде мысалы русский, латынша, қытайша. Енді өзіміздің қазақ тілімізді қосып қояйық. Не, казахский. Ой. Мінекей. Готово. Қазақша қосылды. Енді осы приложениені Пиндуа сайтында қолданамыз. Поисковымыз лупаны сурет тұрған. Тұрған 3 точканы басамыз. Перевод дегенді басамыз. И нені іздейміз, оның тексті мына көк пен қосылған ішіне жазамыз. Мысалы, не іздесек болады? Детский пижамы дейік. Пижамы. Қызылдың үстіне басамыз. Мінекей көрдіңіздер ме? Бізге детский пижамалардың фотосын шығарып берді. Дәл осылай осы приложениені қолдансаңыз болады. Даже осы приложение арқылы продавецпен сөйлесеңіз болады. Ешқандай переводчиктан копировать ставить етпей-ақ, осыны қолдана берсеңіз болады. Егер видео сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер үшін бір ғана сәт, мен үшін үлкен бір мотивация.